Қазақ поэзиясының заңғар тұлғасы ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдық мерейтойына орай «Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға» атты әдеби әуенді кеш өтті. Кештің мақсаты ақынның бай рухани мұрасын жас ұрпаққа кеңінен насихаттау, поэзия арқылы көрерменнің жүрегіне жол табу. Мұқағали жырларындағы махаббат, өмір, адамгершілік, отансүйгіштік тақырыптарын терең таныту. Әдеби кеш ақынның жүрек тербер өлең жолдарымен ашылып, әуен мен поэзия үйлесім тапқан әсерлі сәттерге ұласты. Өмір өзен мәңгілік тоқтамайды ағады, асау толқын күрітін соққылайды жағына, ұмытпайды ешқашан артындағы ұрпағы, Мұқағали ақынды жылда есіне алады. «Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға» атты әдеби сазды керемет кеші ұйымдастырылуда. Бұл әрине қазақ тарихындағы, қазақ әдебиетіндегі ойып тұрып орын алатындай біздің Мұқағали атамызды әрқашан ол кісінің өзі жоқ болғанменен жырлары мәңгілік жасай бермек. Сол себепті де бүгінгі жастарға осы рухани құндылығымызды ұлықтап, Мұқағалидай мұзбалағымызды жоғары қарата көтерудің бір белгісі деп білемін.